Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалынатын пицца секілді өте дәмді таңғы ас даярлаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бізге ол үшін осындай лаваш қажет болады. Менде 2 лавашты пайдаландым. Осылай дөңгелек формасының ортасынан бір бөліп алдым да орап, соломка түрінде, яғни ұзынша түрде турап шықтым. Барлығын осылай жіңішкелеп, ұзыншалап турап шығамыз. Міне бізде лаваш тураған кезде осынша көлемде болып шығады. Енді негізгі бөлігін жасауға кірісеміз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Татымына қарай тұз және қара бұрыш себеміз. Жақсылап бір араластырып аламыз да үстіне сүтімізді құйып, тағы бір біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қызанағымызды жуып тазалап, қажет емес бөліктерін алып тастап, 4 бұрышты формасында турап дайындап аламыз. Менің YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, колокольчикті, яғни қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің видеоларым алғашқылардың бірі болып сізге көрінетін болады. Алдағы уақытта бұдан да оңай, жеңіл, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Табамызға май жағып, осылай жан-жағына да жабысып қалмас үшін жағып шығамыз. Майымыз қыза бастаған сәтте лавашымызды ақырындап салып шығамыз. Барлық жағына бірдей етіп, бірдей көлемде тегістеп саламыз. Үстіне жұмыртқалы массамызды біркелкі етіп құйып шығамыз. Бір жеріне жетіп, бір жеріне жетпей қалған болмауы қажет. Сол үшін де айналдыра отырып құйып шығамыз. Лаваш жұмыртқалы массаны сіңіру үшін осылай үстінен шанышқының көмегімен басып шығамыз. Үстіне туралған қызанақтарымызды салып шығамыз және де бетін жауып 10 минуттай қоя тұрамыз. Оған дейін біз ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Мен ұсақ көзді үккіштің көзінен өткіздім. Сонда біздің сырымыз тез еритін болады. Осылай өткізіп алған сырымызды енді таңғы асымыздың бетіне салатын боламыз. Пицца секілді толықтай ерігенше, сыр ерігенше қайтадан бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Сыр мол болған сайын өте дәмді болып шығады. Егер сізде сыр болмаса, осы күйінде де жасай берсеңіздер болады. Сырды барлық жеріне жететіндей етіп осылай жазып шығамыз қолымызбен және де бетін жауып, сыры ерігенше қоя тұрамыз.
Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Ерекше таңғы ас оңай табадан алынады, ешқандай да жабысып қалмайды. Кескен кезде пицца секілді осылай кесіп ұсынатын болсаңыздар, өте дәмді, сыры созылып, пицца секілді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Біздің отбасымызға қатты ұнады, және де жасалу жолы да оңай. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.